Барлығыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тағамдарының бірі өте дәмді әрі үріліп пісетін бауырсақты дайындайтын боламыз. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүт құямыз. Оған 2 қасық қант саламыз, 1 қасық тұз саламыз және толтырып 1 қасық дрожж саламыз. Оны кішкене араластырып аламыз да, үстіне сұйық май қосамыз. Сосын оны да араластырамыз. Кейіннен алдын ала електен өткізілген ұнымызды жаймендеп қосамыз. Барлығын бір дестен қосуға болмайды, себебі ұн әркімде әртүрлі. Яғни басында осылай мен сияқты венчикпен араластырсаңыз да болады, сонда ешқандай қамырда түйіршік қалып кетпейді. Сосын тағы да жаймендеп қосып, қолмен жұмсақ қамыр шығарамыз. Тағы да айта кетейін, 10 граммы әркімде әртүрлі кетеді. Осындай жұмсақ қамыр илеп болған соң, оның бетін пищевая пленкамен жауып қоямыз және оны көтерілу үшін 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанда, яғни көтерілген кезде, мен сияқты бір тесттен осы бауырсақ жасауға кірісуге болады. Немесе бір рет қайтарып, тағы да көтерілуін күтсеңіздер болады. Осылай жұмыс орнымызға ұн сеуіп, қолмен кішкене жайып, одан кейін оқтаумен жайып аламыз. Шамамен қалыңдығы 2-3 сантиметрдей болады. Қатты жұқалап жүруге болмайды. Мен сияқты осындай формамен немесе пиаламен кессеңіздер болады. Тіпті домалақ істемесеңіздер де, жай ғана осыны пышақпен кессеңіздер болады. Қалған қамырын аламыз, бірақ оны кейінде жайып осындай форма жасайтын боламыз. Оның барлығын бір шетке қойып, үстін жауып қоямыз, тағы 10-15 минут көтерілсін. Кейіннен қызып тұрған майымызға бауырсақтардың барлығын осылай қуырып аламыз. Мен қатты отқа қоямын, сонда көп майды сіңірмейтін болады. Бауырсақтар осылай тез піседі, сол үшін аударып тұрамыз. Кейіннен піскен дайын болған бауырсақтарды қағаз салфеткаларға қойсаңыздар болады, сонда майын өзіне сіңдіріп алады. Яғни кезекпен барлық бауырсақтарымызды осындай майға пісіріп аламыз. Осылайша біздің бауырсақтарымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай, ешқандай қиындығы жоқ, барлығы да үріліп піседі және сүтке ашытылғандықтан өте дәмді болып шығады. Егер де менің видео рецептім ұнаған болса, лайк басып, тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Және де жаңадан рецептерді өткізіп алмау үшін колокольчикке басып қойыңыздар.